Алғаш Египетке келген кезде осындай кезекпен өтіп, бланка аласыз. Бір адамға бір бланка береді. Бірақ көбірек алып алыңыз. Шатассаңыз, кер кезекте тұрмас үшін. Self travel, фансан, неше түрлері бар. Барлығы осылай очередьке тұрады да. Бұл жерде регистрация қағазын қазір осы видеоға тіркеп кетемін. Дым қиындығы жоқ. Ручкаңыз болса болды. Егер ручкаңыз болмаса, бұл жерде египеттік адамдар сізден көбірек ақша алып қалуы мүмкін. Мысалға $5, $10 толтырып беремін деп. Міне осындай миграционный бір қағаз толтырамыз. Дым қиындығы жоқ. Өзіңіздің фамилияңызды жазасыз, туған жылыңызды, сосын паспорт номерін жазасыз, қай гостиницаға барып жатсыз, соны жазып жіберсеңіз болады. Мына жерге туризм деген жазасыз, сосын Sinai only дейсіз. Артынан виза алып, Каирға немесе басқа пирамидаларға барғыңыз келсе, онда артынан виза алуға ешқандай проблема жоқ. Әзірге осы регистрацияны өтесіз де гостиницаңызға бара бересіз.